Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Бүгін біз керемет дәмді, қарапайым тағам хумустың классикалық түрін дайындаймыз. Бұл ноқат пюресінен жасалған дәстүрлі араб, израиль, түрік тағамдарына жатады. Хумус сөзі ноқат немесе түрік бұршағы дегенді білдіреді. Ноқатты түні бойына қойып жібітеміз. Суда көлемі 2-3 есе үлкейетіндіктен, су ноқаттан бірнеше сантиметр жоғары болуы қажет. Келесі күні жібіген ноқатты қазанға салып қайнатамыз. Жақсы жібуі үшін үстінен ас содасын қосуға болады. Қайнаған сәтте барынша қабыршықтарынан тазалап тұру қажет. Ноқаттың пайдалы қасиеттері туралы шексіз айтуға болады. Омега-3 және омега-6 май қышқылдары мен дәрумендердің бай көзі болып табылады. Жарты лимонның шырыны қажет. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ноқатты артық суынан арылтып аламыз. Қабыршықтары қалса ештеңке етпейді. Ноқат жұп-жұмсақ болып тұр. Блендерге ноқатты тахини құямыз. Тахини дегеніміз қуырылған күнжіт пен зәйтүн майының езілген түрі. Сіздер кофе езгіште немесе блендерде езіп алсаңыздар болады. 25 грамм зәйтүн майын, 40 мл лимон шырынын, 8 грамм қант және 1 грамм лимон қышқылын қосып, бәрін бірге араластырамыз. Және 40-50 мл мұздатылған суды қосамыз. Мінеки біздің өте пайдалы хумус дайын болды. Ыдыстың дәл ортасына бірнеше қасық саламыз. Видеода қасықпен басып, айналдыра бастаймыз. Бір-екі қасық зәйтүн майын құямыз. Үстінен паприкамен себеміз. Осындай пайдалы әрі расымен өте тез әзірленетін асты әзірлеп көруге кеңес беремін. Бұндай асты пита нанымен жейді. Астында сілтеме қалдырамын, питаны қалай жасау керектігін. Отбасыңызға, жақындарыңызға міндетті түрде әзірлеп беріңіз. Достар, видеом ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Аман сау болыңыздар.